Ал балалар, бүгін мен x квадраттың косинус альфасының тангенс котангенсінің тең болады квадратын шешетін боламыз. Саламатсыз ба, апай? Хабарландыру айтып жіберсем бола ма? Жақсы айта бер. Так, балдар, ертең сағат түскі 3-те дискотека болады. Айтпақшы, 100 теңге алып келуді ұмытпаңдар. Дискотекаға сол ақшамен кіретін боласыңдар. Дискотека сол уақыттары бізге ең қызықты дүние болып саналды. Билейміз, қуамыз, тағы да билейміз. Әрине, 5-ші сыныптағы дискотекалар өте жаман болатын. Себебі ол алғашқы дискотека болғандықтан бөлме жап-жарық, де өте кішкентай балаларға арналған музыка. Ал одан кейінгі дискотекаларға кіру былай болды. Міне, мен 100 теңге алып келдім. Қайсы 100 теңге? Әкел. Жақсы өтеді. Болды, кіре бер. Ең алдымен біз барлығымыз дөңгелектеніп тұрып алатынбыз. Яғни бұл круг деп аталады. Содан соң ортаға бір ұл немесе бір қыз шығып батыл құрайды. Біреулер болатын кәдімгідей терлеп тұрып билейтін. Ал мен болсам, менің биге дымды екенім болған жоқ. Тоқта. Мені билемеді деп ойладыңыздар ма? Жоға, мен 8-ші сыныптан бастап биді айыра бастадым. Достар, егер сіздер дискотекада болсаңыздар, осы видеоның комментіне жазып кетейік. Ал достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Достар, айтпақшы, сіздердің фанарттарыңыз келіпті. Өте керемет шыққан, маған ұнады. Достар, егер сізде фанарт жібергіңіз келсе, менің ВК тобыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сол жақта фанарт қабылдайтын боламын. Ал бүгінгі видео аяқталды. Bye, go!